Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? 5 сыныптың қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Тілдік бағдар бойынша бүгін өтетініміз сан есім. Сан есім туралы түсінік берейік. Сан есім заттың санын, ретін, мөлшерін білдіретін сөз табы. Сұрақтары: қанша, неше, нешеу, нешінші? Сан есім құрамына қарай дара сан есім, күрделі сан есім болып екіге бөлінеді. Мағынасына қарай 6-ға бөлінеді екен. Олар есептік сан есім, реттік сан есім, жинақтық сан есім, болжалдық сан есім, топтау сан есім, бөлшектік сан есім. Дара және күрделі сан есімдер. Сан есімдер құрамына қарай дара сан есім және күрделі сан есім болып екіге бөлінеді. Дара сан есім дегеніміз не? Бір түбірден құралған негізгі және туынды сан есім дара сан есім деп аталады. Мысалы, 10, 3, 5, 1000. Күрделі сан есім дегеніміз не? 2 я одан да көп түбірдің тіркесіне немесе қосарлануынан жасалған сан есім күрделі сан есім деп аталады. Мысалы, 200, 3956 тағы да басқа сандар. Тапсырма: төмендегі сандарды сөзбен жазып, оларды дара және күрделі түріне ажыратыңдар. Мына жерде, құрметті оқушылар, үлгі берілген, яғни берілген цифрлар 3, 41, 68, 7, 50 тағы да басқа цифрларға бірінші, екінші сандарына үлгі беріліп тұр. Яғни 3 ол дара сан есім, яғни 3, 7 бұл жерде дара сан есім болып келеді. Ал күрделі сан есімдерге мына жерде 41, 68. Дескриптор сандарды сөзбен жазады, дара және күрделі түріне ажыратады. Балалар, жаңа сөзіміздің басында айтып кеттік, сан есімдер мағынасына қарай 6 түрге бөлінеді деп. Енді сол 6 түрінің бірінші түрі есептік сан есім. Есептік сан есім дегеніміз не? Есептік сан есім заттың нақтылы санын білдіріп, қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, 5, 10, 100, 9, 110, 28. Бұларға сұрақ қойып көрейікші. Қанша, неше, яғни есептік сан есімдер дарада, күрделіде болып, сан есімнің басқа түрлерін жасауға негіз болады екен. Енді, құрметті оқушы, тапсырма орындап көрейікші. Мына жерде мәтін берілген. Біздің қалада 35 дүкен бар. Сол дүкеннің 17-сі кітап дүкені. Мен әпкем сыйлаған 8 кітаптың 7-еуін оқыдым. Біреуін келесі аптаның соңына дейін оқып бермекпін. Мектептен 13 оқулық алдым. Мына жерде тапсырманың дескрипторы. Мәтінді көшіріп жазасыздар. Құрамындағы есептік сан есімдерді теріп жазасыздар. Яғни, құрметті оқушы, есептік сан есімнің сұрағы қанша, неше екенін естен шығармауымыз керек екен. Енді, құрметті оқушы, реттік сан есімге тоқталайық. Реттік сан есім заттың саналу ретін, қатарын білдіріп, нешінші деген сұраққа жауап береді. Реттік сан есімдер есептік сан есімдерге, егер олардың дауысты дыбысқа бітсе, ыншы, ыншы, ал дауыссызға аяқталса, ыншы, інші жұрнаға жалғану арқылы жасалады екен. Мысалы, 1-ші, 9-шы, 2-ші, 6-шы, 135-ші. Реттік сан есімдер кейде цифрмен де беріледі. Реттік сан есімдер араб цифрмен берілсе, ыншы, інші, ыншы, інші жұрнағының орнына дефис қойылады екен. Мысалы, ол 6-шы қатардан орын алды. Яғни ш жұрнағының орнына мына жерде дефис қойылып тұр. Реттік сан есімдер рим цифрмен берілсе,
жинақтың орнына дефис қойылмайды. Мысалы, шығарманың 3-ші томы. Ал енді құрметті оқушы, реттік сан есім тапсырмасын орындап көрейік. Берілген есептік сан есімдерден реттік сан есім жасап, оларды сөзбен жазыңдар. Құрметті оқушы, мына жерде үлгі берілген, яғни 7 цифрын 7 есептік сан есімге інші жұрнағын қоссақ, 7-ші, яғни есептік сан есімдерден біз реттік сан есім жасауымыз керек. Дескрипторы дәптерге көшіреді, есептік сан есімдерді реттік сан есімдерге ауыстырады, сауатты жазады. Келесі сан есімнің түрі жинақтық сан есім. Жинақтық сан есім заттың жинақталған санын білдіріп, нешеу деген сұраққа жауап береді. Жинақтық сан есім 1-ден 7-ге дейінгі есептік сан есімдерге ау, еу жұрнағы жалғану арқылы жасалады екен. Мысалы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Содан кейін құрметті оқушы, есте сақтағаныңыз жөн, жинақтық сан есімдер 1-ден 7-ге дейін ғана. Олар үнемі дара түрде келеді екен. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Яғни ау, еу жұрнағы жалғанады екен. Құрметті оқушы, енді жинақтық сан есім тапсырмасын орындап көрейік. Жинақтық сан есімдерді қатыстырып, сөйлем құрастырып жаз. Яғни осы тапсырманың дескрипторы 7 сөйлем құрастырасыз, жинақтық сан есімдерді қолданасыз, сауатты жазасыз. Келесі, болжалдық сан есім. Болжалдық сан есімдер заттың санын дәл білдірмей, шамамен болжалдап көрсетеді екен. Яғни оның сұрағы қанша, неше, қай шамалы, қаншадан. Осы сияқты сұрақтарға жауап береді. Болжалдық сан есім бірнеше жолмен жасалады екен. Есептік сан есімдерге лаған, леген, даған, деген, таған, теген, лап, леп, дап, деп, тап, теп, дай-дей, тай-тей жұрнақтар жалғану арқылы жасалады. Мысалы, 100-деген, мыңдаған, 70-тей, 90-дай есептік сан есімдердің қосарлану арқылы жасалады екен. Мысалы, 10, 15, 40, 50, 70, 80, 100 деген есептік сан есімдерге шамалы, шақты, таман, жуық, жақын сияқты сөздердің тіркесу арқылы жасалады екен. Мысалы, 100 шамалы, 1000-ға тарта, 30-ға жақын. Енді болжалдық сан есімге қатысты тапсырмалар орындап көрейік. Берілген есептік сан есімдерден болжалдық сан есімдер жасап, оларды сөзбен жазыңдар. Үлгі ретінде мына жерде көрсетілген сандарға үлгі берілді. Мысалы, 100 деген санды алатын болсақ, үлгі бойынша 100 деген, 100-ге жуық, 100 шақты. Яғни, мына тапсырманың дескрипторы дәптерге көшіріп жазасыздар. Есептік сан есімдерді болжалдық сан есімдерге ауыстырып жазасыздар. Сауатты жазасыздар. Олай болса, келесі сан есімді мен танысайық. Топтау сан есімі. Топтау сан есімі дегеніміз не? Топтау сан есімдер заттың санын жекелеп емес, топтап көрсетеді екен. Топтау сан есімнің сұрақтары нешеден, қаншадан. Топтау сан есімдер дара сан есімдер мен қосырланған сан есімдерге шығыс септік жалғану арқылы жасалады. Мысалы, 2-ден, 100-ден, 40, 50, 10-нан, 3-ден. Мына жерде сұрағын есімізге сақтайық, құрметті оқушы, нешеден және қаншадан. Бұл топтау сан есімнің сұрақтары.
Енді құрметті оқушы, топтау сан есіміне қатысты топтау сан есім тапсырмаларын орындап көрейік. Берілген есептік сан есімдерден топтау сан есімдерін жасап, оларды дәптерлеріңе сөзбен жазыңыздар. Құрметті оқушы, мына жерде бірнеше цифр берілген, үлгі жазылған, яғни 3 цифрын топтау сан есіміне айналдырсақ, яғни 3-3-тен, 5 цифры 5-5-тен. Мына тапсырманың дескрипторы дәптерге көшіреді, есептік сан есімдерден топтау сан есімдерін жасайсыздар. Содан кейін сауатты жазуды ұмытпаңыздар. Құрметті оқушы, келесі біздің сан есім түрі бөлшектік сан есім. Бөлшектік сан есім дегеніміз не? Бөлшектік сан есімдер заттың бөлшектік санын білдіреді екен. Бөлшектік сан есімдер жай бөлшек және ондық бөлшек болып екі түрде қолданылады. Мысалы, 2,3 немесе 2,3 немесе 5,4. Енді бөлшектік сан есімге байланысты тапсырмаларды орындап көрейік. Бөлшектік сан есім тапсырмасы. Цифрмен берілген бөлшектік сан есімдерді сөзбен жазыңдар. Осы тапсырманың дескрипторы дәптерге көшіреді, бөлшектік сан есімдерді сөзбен жазады, сауатты жазады. Құрметті оқушы, енді сан есімнің емлесі туралы бірер ауыз сөз айтып өтейін. Күрделі сан есімнің әр сыңары бөлек жазылатын есіңізден шығармаңыз. Мысалы, 101, 25-ші, 1985 десе, яғни күрделі сан есімнің әр сыңары бөлек жазылады екен. Цифрмен таңбаланатын дара және күрделі сан есімдерге жалғанатын жалғаулар дефис арқылы жасалады. Реттік сан есімдер араб цифрымен берілсе, яғни біз басында айтып өттік, ыншы, інші, ыншы, ыншы жұрнағын орнына, яғни дефис жазылады екен. Сондай-ақ рим цифрымен берілсе, дефис қойылмайтында естен шығармағандарыңыз жөн. Рахмет балалар, келесі кездескенше сау болыңыздар, аман болыңыздар.